Саламатсыңдар ма оқушылар? Бүгін міне математика 6 сынып 90-дық жиынтық бағалау тапсырмасының бірінші нұсқасын талдап көрейік. Бірінші бізде мынандай сандар қатары берілген, және ол жерде арифметикалық ортасын тап дейді. Арифметикалық ортасын табу үшін біз 24 қосылған 26 қосу 18 қосу 28 қосу 18 осылардың барлығын не істейміз? 1, 2, 3, 4, 5. 5-ке бөлеміз. Егер мыналардың барлығын қосатын болсақ, 114 шығады, оны 5-ке бөлсек, 22,8. Сонда бізде арифметикалық ортасы сандардың 22,8. Енді медианасы. Медианасы дегенде біз сандарды кішіден үлкенге дейін жазып шығуымыз керек. 18, яғни өсу ретімен жазып шығуымыз керек. 24, 26, 28. Осының ішіндегі дәл ортасында тұрған бізде 24. Келесі модасы деген. Мода дегеніміз ең көп кездесетін сан, яғни жиі кездесетін сан, міне 18 тұр. Сонда бізде сан модасы 18. Өзгеру құлашы дейді. Өзгеру құлашы дегеніміз ең үлкен саннан ең кіші санды азайтуымыз керек. Ол бізде ең үлкені 28, ең кішісі 18. Сонда бізде 10 шығады екен. Бұл сандар бізде 22, 24, 18, 10. Келесі екінші сұрағымыз бізде мынандай 400 граммдық су ерітіндісі берілген. Ішінде су бар, ішінде және не бар екен? Тұзды екен, тұздар бар. Осының ішіндегі тұз бізде 70 грамм дейді. Мынаның барлығы бізде 400 грамм болса, ішіндегі тұзы 70 грамм. Енді сол осы концентрациясы, яғни осы проценті қанша дейді. Біз кәдімгі пропорция құрайық, 100%, 70-ті x% дейміз. Сонда x дегеніміз пропорция 70 пен 100-ді көбейтеміз. 70 көбейтілген 100 бөлінген 400. Нөлдері қысқарады. 70-ті 4-ке бөлсек 17,5% концентрациясы. Енді үшінші. Бізді түзу бойында КЛПТ, С, Е нүктелері берілген. Біз не жерге мындай түзу сызайық. 6 нүкте бізде. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Енді бірінші нүктеден бастайық. Бірінші нүктеден 1, 2, 3, 4, 5 кесінді шығаруға болады. Екінші нүктеден бастап, мен на екеу кесінді уже болды ғой, бірінші кесінді арғарысынайыз. 1, 2, 3, 4. Бұдан 4-еу. Бұдан кейін үшінші нүктеден бастаймыз. Мыналардың барлығы есептеліп қойды. 1, 2, 3. Енді төртінші нүктеге келдік. 1, 2. 2 ақнен шығады. Алына бесінші нүктеден біреу ақ шығады. Сонда мыналардың барлығын қосып шығамыз. 15 кесінді шығаруға болады. Келесі бізде теңдеулер жүйесі қосу тәсілімен шығарыңыз дейді. Бірінші бұл теңдеуді не жерге жаза берейік. 2х плюс 5y. Бос мүшені теңдіктің на бетіне өткізейік. Минус 16 плюс 16 болады. Минус 2х минус 7y тең плюс 20 теңдігінің екінші бетіне минус 20 болып өтеді. Қосу әдісін пайдаланамыз. Плюс 2 мен минус 2х-ті қосқан кезде 0 болады, яғни жойылып кетеді. 5y минус 7y-тен минус 2y шығады. 16 минус 20-дан минус 4 шығады, азайтқанда. Y тең минус 4-ті минус 2-ке бөлсек, кәдімгі 2. Енді x-ті табу үшін y-ті x-тің орнына қояйық. Бұл жерге y-тің орнына қояйық. 2x плюс 5-ке 2-ні көбейтсек 10 тең 16. 2x тең 10 азайту болып өтеді. 6 қалады. X тең 6-ны 2-ге бөлсек 3. Сонда жауабы бірінші x-тің мәнін жазамыз, екінші y-тің мәнін жазамыз. Және бесінші есебіміз екі санның арифметикалық ортасы 18-ге тең дейді. Бұл жерге де теңдеулер жүйесін қояйық.
x қосылған y бөлу 2. Арифметикалық орта деген 2 санды қосып 2-ге бөлу ғой, 18-ге тең дейді. Және бірінші сан екінші саннан 4-ке артық дейді. Яғни бірінші саннан екінші санды азайтатын болсақ 4 шығады дейді. Бірінші, мына бөлшекті 2-ні 18-ге көбейтіп жіберейік. X қосылған y тең 36. Мына жерде x азайтылған y тең 4. Бұл есепті де қосу әдісін пайдалансақ болады, өйткені плюс y, минус y жойылып кетейін деп тұр қосқанда. X-ке x-ті қосамыз 2x, 36-ға 4-ті қосамыз 40, x тең 40-ты 2-ке бөлсек 20. Енді y-ті табу үшін орнына қояйық мына жерге. X-іміз 20, 20-дан нешені алғанда 4 шығады? 16-ны. Сонда жауабымыз 20 мен 16.